супермаркетке келіп, өзімнің жегім келетін сырный самса, фаршированный блины келіп жеп отырмын. Коламен ішіп, кола зеромен. Енді білеміз ғой, өмір сырттан ішке болмайды, іштен сыртқа болады. Яғни ішкі жан дүниең қандай, соған байланысты сіздің айналаңыз өзгере береді. Енді сол бақыттың кілті сол өзімізге деген махаббат. Өзімізге деген махаббатты үлкейткенде, көбейткенде, әлсін, біртіндеп айналамыз өзгере бастайды. Себебі біз өзімізді жақсы көре бастағанда, әрине біздің ішіміз, жан дүниеміз, жүрегіміз махаббат сезіміне толып тұрады. Сол біздің өмірімізді өзгертеді. Мына енді кезінде мен семіз болдым, 110 килограммға дейін жеттім. Сол кезде бағана осы самса деген нәрсе, кола деген нәрсе, тағы да мынандай былайша айтқанда калориясы көп нәрсені жей алмадым. Өзімді барынша тыйдым. Сонда бағанағы ішімде бір бұл неткен әділетсіздік деген ой қалыптаса бастады. Себебі басқа бір арықша келген адамдар не жегісі келеді, соны жей береді, ал мен жей алмаймын деген сияқты. Онсыз да бағанағы балалық шағымызда сондай бір жоқсыздықпен өткіздік, көбіміз солай өткіздік қой енді. Сондықтан одан кейін өзімізді бағанағы семізбіз деп, одан сайын тыйып, сондай бір шектеулерді өзіміз қолдан жасап алдық. Соның барлығын енді қазір былайша айтқанда қиялыммен, сосын миыммен, өзімнің түп санаммен жұмыс жасағаннан кейін мен арықтадым. Сондықтан бағана біздің семіздігіміз, біздің бұл тамақ жегенімізге байланысты емес, және қазір түн жақын, түннің ішінде жеп отырмын. Тамаққа мүлдем байланысты емес. Қанша тамақ жесең, сонша тамақ өзі шығады біздің денемізден. Ал біздің ұстанымымыз тамақ көп жесең семіріп кетеді деген, семіріп кетеміз деген ұстанымымыздың кесірінен біз шынымен де біз соған сенеміз ғой. Сондықтан біз сол тамақ жесек семіре бастаймыз. Сондықтан осы психологиямен жұмыс жасаңыз, басыңызбен жұмыс жасаңыз, қай уақытта қанша тамақ жесеңіз де ешқандай семірмейсіз. Сондықтан айтайын дегенім, байығыңыз келсе, әдемі болғыңыз келсе, баспен жұмыс жасаңыз. Байығыңыз келсе, финансовый грамота деген нәрсені оқып қажеті жоқ, егер миыңызбен дос болмасаңыз. Және сол арықтағыңыз келсе, ауызды тыюдың қажеті жоқ, егер миыңызбен, басыңызбен өзіңіз дос болмасаңыз. Сондықтан психологияны оқыңыз, өз-өзіңізді зерттеңіз. Бәрі біздің қиялымызға, ойлау қабілетімізге, басымыздағы шектеулерге байланысты. Бақытты болыңыз.